Аллахқа мақтау, пайғамбарымыз Аллахтың салауаты мен сәлемі болсын. Аллах Тағаланың Құрандағы ең бірінші бұйрығы, Құранды ашатын болсақ, Бақара сүресінде тұр, Бақара сүресінде. Ол адамзатқа қаратып, бүкіл адамдарды, бүкіл мұсылманы болсын, мұсылман емес болсын, бүкіл адамдарды Аллах Тағала мына нәрсеге бұйырады. Не нәрсеге бұйырды? Бір Аллаға серік қоспай, құлшылық қылуға бұйырған. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ей адамдар дейді. Сендерді жаратқан және сендерден бұрынғы ата-бабаларыңыз жаратқан Раббыларыңа құлшылық қылыңдар. Деп Аллах Тағала бірінші бұйрығы бір Аллаға құлшылық қылуды бұйырады. Және ең бірінші тыйымы Құранда келген Бақара сүресінің сол аяттың жалғасында فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Және біліп тұрып Аллах Тағалаға теңдестер жасамаңдар дейді. Яғни ширкке тыйым салды. Ең бірінші бұйрығы Аллаға, бір Аллаға серік қоспай құлшылық қылуға. Және ең бірінші тыйымы Құранда Аллахқа серік қоспауға бұйырды. Осы нәрсеге тыйым салды, серік қосуға. Құранның 1/3 тақырыбы осы жайлы. Аллах Тағала өзі жайлы, өзінің хақысы жайлы сөйлейді. Бір Аллаға құлшылық қыл, оған серік қоспа, бір Аллаға құлшылық қыл, оған серік қоспа. Құранның 1/3 тақырыбы осы таухид пен ширк тақырыбы айтылған. Бұл өте маңызды. Лұқман Хакимді Құранда Лұқман деген сүре бар. Лұқман деген ізгі адам болған. Бани Исраилда сондай ізгі адам болған. Оны дана Лұқман деп атап кеткен. Хаким дегені дана деген сөз. Мудри Лұқман деген. Қазақтар Ұлықпан деп айтады. Сол Ұлықпан Құрандағы Лұқман. Лұқман Хаким өзінің баласына өсиет қылған кезде ең бірінші айтқан тақырыбы, уағызының ең бірінші тақырыбы, Лұқман сүресін ашатын болсақ, إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. Лұқман сол сәтте өзінің баласын уағыздап былай деді дейді. Зер салып құлақ салайық. Лұқман баласын уағыздаған кезде қандай тақырыптан бастады екен? Ең бірінші тақырыбы Я бунайя ла тушрик билла. Ей балақайым, Аллаға серік қоспа деді. Аллах Тағаланың хақысынан бастады. Аллах Тағалаға құлшылық қыл, соған серік қоспа. Инна ширка ла зулмун азим. Шынында Аллахқа серік қосу үлкен зұлымдық деді. Ұлы зұлымдық деді. Көрдіңіз, баласына үйретіп жатқан нәрсесі таухид. Бір Аллаға құлшылық қылу, оған серік қоспау. Ширктің қатерлі екендігі, ол ең үлкен күнә екендігі, ең үлкен зұлымдық дүниеде. Зұлымдық көп, соның ең үлкені, ең ұлысы, ең қатерлісі ол Алланың хақысына қол сұғу. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Сол үшін бұл тақырып маңызды. Бұл тақырыпты айтуға шаршамауымыз керек. Шаршамауымыз керек, жалықпауымыз керек, айта беруіміз керек. Ей адамдар, ей мұсылмандар, бір Аллаға құлшылық қылыңдар, оған серік қоспаңдар, әруаққа сыйынбаңдар, пайғамбар Мұхаммедке сыйынбаңдар, Бекет атаға сыйынбаңдар, Арыстан бабқа, Яссауиге, Айша бибіге, домалаған аға еш нәрсеге сыйынуға лайық емес. Оның бәрі жаратылыс. Тек бір Аллаға сыйыныңдар, бір Аллаға құлшылық қылыңдар. Ширк деген нәрсе ол өте ауыр күнә. Аллахтан басқа нәрсеге сыйыну ол ширк деп осы тақырыпты айта беруіміз керек. Сосын бұл тақырыпты бізде қайталап айта беретін себебіміз сол.
Енді адам ширктің қатерлі екендігін түсінгеннен кейін, ширк ең ауыр күнә екен ғой. Кешірілмейтін күнә екен ғой. Құранда Аллах Тағала бір емес екі рет айтқан. Инналлаха ла яғфиру ан юшрика бихи ва яғфиру ма дуна залика лиман яша. Шынында Алла өзіне ширк қосқаны кешірмейді, одан төмен күнәларды қалағанына кешіреді деген. Ал енді осыны түсінгеннен адам намаз оқу керек. Намаз оқымау жүруде бұл да бір ширктің бір көрінісі. Намаз оқымай өту бұл да Аллахқа ширк қосу, өзінің нәпсісін Аллахқа ширк қылады. Алла Тағала оған намаз оқы деп жатыр, ал нәпсісі оқыма дейді. Кейін оқисың дейді. Адам нәпсінің айтқан қылатын болса, өзінің нәпсісінде өзінде Аллахқа құдай қылып алған бар. Құранда деген. Көрмедің бе сондай өзінің нәпсі қалауын өзіне құдай қылып алған адам дейді. Аллах Тағала өзінің нәпсі қалауында құдай деп атаған. Сол үшін бұл да қатерлі нәрсе. Намаз оқымай жүруде өте ауыр күнә. Өте ауыр күнәлердің бірі, ширктен кейінгі күнәлердің бірі. Алланың хақысына қатысты кемшілік жасау.